Қайырлы күн қыздар, мен есімім Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен турецкий кекс жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: сүт, сұйық май, какао, разрыхитель, кез келген разрыхитель бола береді, ванилин. Мен именно осы ванилинді қолданамын. Міндетті түрде осыны алыңыздар, кондитерлік магазиндерде сатады. Бағасы 1300 теңге тұрады. Одан кейін 2 жұмыртқа және де шекер, сонымен қатар міндетті түрде ситадан өткізілген ұн болуы қажет. Тек қана кенвуд деген нақты қатып қалған заңдылығы жоқ, обычный миксермен де жасауға болады. Сонымен қатар любой нәрсе жасайтын кезде міндетті түрде осы весыйды алыңыздар. Ең әуелі 2 жұмыртқаға 200 грамм шекерді қосып, миксермен жақсылап, аппақ көбік болғанша жақсылап араластырамыз. Міндетті түрге 0-ге қойдым. Енді шекерді өлшеп араластырамыз. 3-4 минуттай уақыт кетеді. Жұмыртқа мен шекер жақсылап араласты. Міне аппақ көбік болғанша араластырасыздар. Одан кейін барып сүт қосамыз және де май қосамыз. Міне сұйық май және де сүт. Сүт комнаталы температура. Енді алып осыны 1 минуттай араластырамыз. Міне енді ыдысқа өлшеп аламыз, яғни ұнды қосамыз. Тарды басамыз, міне міндетті түрде 0-ді басасыздар. Және де ұнды өлшейміз. Көрдіңіздер ғой, әр ыдысқа бөлек-бөлек өлшеп жүрмейсіздер, яғни бір ыдысқа. Енді ұнды қосқан соң бір шетіне разрыхительді қосамыз. Грамм бәрін видеоға қалдырамын. Обычный пакетиктегі разрыхительде бола береді. Примерно 7-8 граммдай қосамыз. 8 грамм разрыхитель қостым. Оған біраз қасық ванилин қосам. Дәмін келтіру мақсатында. Міне, ванилин. Одан кейін барып какао қосам. Какао рахатскийде бола береді. Мен бірақ Малайзияны қолданамын. Какаоны қостық, разрыхитель, ванилин және де ұнды қостық. Все, осыны енді жақсылап араластырамыз 2-3 минуттай. Оған дейін духовканы міндетті түрде қыздырып аласыздар 180 градусқа. Миксерімізді өшіріп, міне тестамыз дайын болды. Осылайша да қараңыздар, шоколадны. Осы какао Малайзияны қолданғандықтан. Егер какао обычный какаоны қолданатын болсаңыздар, сіздерде бұндай қап-қара болып шықпайды. Тестамызды өздеріңізге қандай домалақ болса, домалаққа, немесе жүрек форма болса, соған да салсаңыздар болады, өздеріңіз қалаған формаға. Мен қазір 4 бұрышты формаға, одан кейін фольга төсеп алдым. Духовканы алдын ала 180 градусқа қыздырдым. Примерно 25 минуттай духовкада тұратын болады. Енді кремін жасаймыз, яғни духовкаға тестамызды салдық. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін осылай қайнататын ыдысты алып аласыздар. Одан кейін бізге сүтті қостық, кукурузды крахмалды қосамыз. Және одан кейін ұнды қосамыз, 2 ас қасық. Және шекер қосамыз. Осыны газде жақсылап араластырамыз. Ең соңында шекер қосамыз. Сүт, ұн, кукурузды крахмал және де шекер. Все, болды. Осыны газде жақсылап араластырамыз. Газдың қасынан кетіп қалмайсыздар. Осылай жақсылап примерно 3-4 минутта араластырасыздар. Сол кезде қою қалыпқа енеді. Қасынан кетіп қалмаңыздар, әйтпесе іртік-іртік болып қалады. Міне, осылай қою болып жатқан кезде все, астын өшіресіздер. Дайын болған кремімізді бөлек ыдысқа саламыз, яғни суы үшін. Тестамыз пісіп шықты. Енді қыздар, міне кремімізді басқа ыдысқа суысын деп алып қойдық. Вилканы аласыздар да, міне былайынан тесіп шығам барлық жеріне. Яғни біз қазір влажный кекс болады бұл. Сүт қосам қазір. Әдейі сол үшін тесіп шығып жатырмын. Сол кезде тестамыз жұп-жұмсақ болады. Онсыз да жұп-жұмсақ болып тұр. Влажный болу үшін осылай тесіп сүт қосамын. Енді осыған қараңыздар, тесіп шықтық, сүтті қосам. Ішкі жақтарына барлығын кіріп влажный болады. Сүтті қосып болған соң, яғни кремді қосам, барлық жеріне жағып шығамын кремді. Бұл
бұл да кішкене сініп жақсы болады. Кремді жағып болған соң бетіне какао сеуіп шығып жатырмын. Дәл осылай холодильникке примерно бір 2-3 сағатқа саламыз. Яғни пропитация етіліп, ішінде кремі, сүті барлығы пропитация етілу үшін 2-3 сағатқа холодильникке саламыз. Одан кейін кесіп, қонақтарға бере береміз. Какаоны сеппесеңіздер де болады, немесе глазур жасасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен қазір 2-3 сағат холодильникке саламын. Холодильниктен 2 сағаттан соң алған соң, міне кесіп, декор ретінде өздеріңіз бетіне клубника қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Міне кесіп, ыдыстарға қойып шығып жатырмын. Жұмсақ болып шыққан тестасы, былайынан басып көрсетейін, қараңыздар. Жұмсақ болып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл сүт қосқандықтан осылай жұмсақ пропитанный болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін отзывтармен міндетті түрде бөлісіңіздер, ұнап жатса. Комментарийға сұрақ қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Видеоға лайк басып, ары қарай шабыт беру мақсатында каналға тіркеліп, және де құрбыларыңызға, әпшелеріңізге WhatsApp желісі арқылы жіберуді ұмытпаңыздар.